Баршаларыңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін талшын өте дәмді, ұзақ мерзімге жарайтын капустамен маринадталған салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны қарамас бұрын менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазып, қолдап, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Қажет заттар: орам жапырақ, дәмдеуіштер, кептірілген сарымсақ, аскөк және кинза, 2 қайнатылмаған қызылша қажет болады. Осылардың барлығын жуып тазалап аламыз және қырыққабатымыздың жұмсақ жерін алып, осылай 4 бұрышты етіп тураймыз, өзегін алып тастаймыз. Және мен жарты бөлігін қолдандым. Енді қызылшамызды осылай ортасынан бөліп 4 бұрыштылап турап аламыз. Мендегі қызылша шикі. Қызылшамызды қайнатпаймыз, осылай шикілей қосатын боламыз. Егер көлемі үлкейтетін болсаңыздар, еселей бересіздер көкөністеріңізді. Және аскөк пен кинзаны осылай үлкен етіп турап алдым, түбін алып тастаймыз және осылай салдым. Және енді сиропына кірісетін боламыз. Сиропына осылай 1,5 литр осылай салқын су құйып алдым және 2 ас қасық тұз, 2 ас қасық шекер және кептірілген сарымсақ қостым және үлкен осылай дөңгелек пішіндегі бұрыштан салып араластыратын боламыз. Және осындай дәмдеуіштен де қостым. Араластырамыз. Одан соң 1 ас қасық 70% уксус құйып араластырып қайнататын боламыз. Одан соң 1 кесе пиала толмаған сұйық майымыздан қосамыз. Жақсылап араластырып қайнатып аламыз. Біздің сиропымыз дайын. Енді жаңа дайындап алған көкөністеріміздің үстінен осы сиропымызды құятын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Суы көп болғанға қорықпаймыз. Суы көбірек болған дұрыс. Осылай қақпағын жауып, жылы киіммен немесе орамалмен сыртын орап, жылы жерге қойып қоятын боламыз. Жарты сағат, 1 сағат көлемінде қойып қоямыз сыртын орап. Содан соң 1 сағаттан кейін сыртындағы оралған заттарын алып сыртқа шығарып қойсаңыздар болады. Міне біздің салатымыз дайын. Мен суын алып тастадым, артық суын. Осылай болып шықты. Тұрған сайын салатымыз дәмдірек бола бастайды. Ашып, тез бұзылып кетпейді. Салқын жерге немесе холодильникке қойып, қалауларыңызша жіберетін боласыздар. Рецепт ұнады деген сенімдемін. Сіздер де жасап көріп, өз пікірлеріңізбен бөлісіп кетіңіздер. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Ас болсын.